Ассалаумағалейкум достар, сіздермен Зе Құлымбет. Алдыңғы видеода қараған болсаңыздар, мен Bytex крипто биржасына $50 салып, алғашқы, ең бірінші пакетті алған болатынмын. Содан бері уже 1,5 айдай өтті. Сол бүгін қазір сіздердің алдарыңызда сол түскен проценттегі пассивный доходты шығарайын деп отырмын. Соны сіздерге қазір көрсетемін. Етекте сұрпа бетке лайктарыңыз Зе Құлымбетке. Егер достар, сіздерде бұған әлі кіру мүмкіндіктеріңіз бар, кіренбесеңіздер, ссылкасын астына қоямын. Ссылкамен өтіп, регистрация жасап, минимальный пакет $50, одан кейін $200-800 кете береді. То есть доллар пакет көбірек алсаңыз, доходта көбірек болады. Соған орай, қосымша сұрақтар болса, комментарийдің астына қойып отырыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал біз қазір Bytex-тің сайтында отырмыз. То есть Bytex-те екі сайт бар. Бірінші Bytex Network деген. Bytex.net деген, екіншісі Bytex.io деген. Себебі Bytex бұл крипто биржа, там енді крупный крипто биржаны білсеңіздер, Binance деген секілді, соған тырысып жатыр бұл Bytex крипто биржасы. Бұған да тіркеліп отырыңыздар, бұның да ссылкасын астына қоямын, Bytex.io-дың. Және де осы Bytex Network. Bytex Network көбінесе пассивный доходқа арналған, команда құрып, өзіңіздің командаңыз арқылы көп ақша табуға арналған. Ал Bytex.io сайты бұл көбіне уже биржаға айналады, уже биржамен айналысасыздар, уже трейдер боласыздар типа. Енді қазір біз өзіміздің пассивный доходымызды шығарамыз. Соны сіздерге қазір көрсетемін. Себебі көп адамдарда сұрақ туындауы мүмкін, типа хайп проект, өтірік проект, ақша шығармайды деген секілді. Сол сұраққа қазір өз опытыммен жауап кете беремін. Енді жауап бергенде қазір сіздерге практика жүзінде көрсетемін. Мен қазір планды көрсете салайын. Біз басында қазір кішкене интернет ақырын істеп тұр, сол себепті. Так, міне мынау біздің пакеттеріміз. Мен бұл жерде ең бірінші пакетті алатын болғанмын. Ең бірінші пакетті алған кезде бізде аптасына 3,85% түсіп отырады доход. Так, енді біз соны қазір көріп отырсыздар, баланс бізде қазір уже пассивный доходтан $153 түскен. $153 примерно $0,1 санаған кезде $15. Қазір ең бірінші біз обмен жасаймыз эфириумға. Міне, вы отдаете $153 на эфириум. Сол кезде біз 0.06 эфириум аламыз. Так, комиссия жоқ. Обмен дейік. Так. Обмен. Обмен успешно прошел. Так, теперь біз финансыға кіреміз. Финансыға кірейік. Эфириумға кіреміз. Жоғарда 0.6. Sonra біз қазір введите адрес кошелька. Өз біздің эфириум адресін жазамыз. И наны қазір копировать қоямын жерге. Копировать. Ставить. Так, все верно. Вывести басамыз. Код не. Регистрация жасаған кезде өзіміздің алты кодымызды жазамыз. Подтвердить. Так, бірден кетіп ошибка шықты. Пока түсінбей тұрмын, не үшін ошибка шыққаны. Түсіндім. Код дұрыс, біздің слишком. Не слишком дейді. Так, онда біздің аяқты 0.6 дейік. 0.06 так.
Так, эфириумды вроде біз дұрыс жасадық, вывестіні бастық. Обновить етейік. Все, достар, эфирім жіберді. Мен қазір телефонды өшіріп, себебі телефон арқылы қазір қараймын. Қазір сіздерге қайтып ораламын. Так, сонымен достар, мен қазір кірдім. Бізге сумма түсіпті. Міне бүгін түскен суммамыз 0.05. Ну, комиссиясымен бағамыз 0.6 жібердік. 0.06. Комиссиямен 0.05 түсті. Все, бәрі Bytex жасап бізге ақша шығарады. Сонымен достар, біз қазір Bytex-тен ақшамызды шығардық. Эфириум кошелегіме түсті. Енді эфириум кошелектен ары қарай қалай шығару екенін оны айтпай ақ қойса да болады. Оны уже бәріңізге түсінікті шығар. Егер сіздер кішкене болса бір хабарларыңыз болса осы криптовалюта саласына, егер де сіздер де қызығып осы Bytex-ке кіргілеріңіз келсе, әрине бұл жерде көп табыс табуға болады. Мен табыс тапқаным өте күлкілі табыс, әрине, бірақ соны да ақша шығарады. Крупный табыс қалай тапса болады? Енді ол жерде адам шақыру керек, команда шақыру керек. Енді кімге ары қалай? Мен мысалы өзім жеке адамдар шақырып, маған қатты ұнамайды, достар. $1 миллион берсе де мен адам шақырғанын аса ұнатпаймын. Сол себепті білмеймін, енді может болашақта бір эксперимент түрінде жасап көрсем болады. Типа с нуля адам қалай шақырса болады. Себебі адам шақырудың құпиясы жоқ. Сол WhatsApp-тағы чаттарға жазасыздар, бәрімен сөйлесесіздер, Telegram чаттарға жазасыздар, сөйтіп адам шақырсаңыздар болады. Бірақ маған бұл как-то не по душе, жүрекке жақын емес маған адам шақыру. Маған туп ақшаны салса, пассивный доход түсе берсе болды. Вот сондай тема, достар. Енді біріншіден Bytex Network сайтына кіріп регистрация жасайсыздар. Егер әрине осы менің командама кіргілеріңіз келсе, кіріңіздер. Мен өте қуанамын, бірге көмектесіп, бір-бірімізге бірге өсеміз. Bytex жайлы менің спонсорларым көп видео түсіріп жатыр. Олардың тоже Габит Муса, Мақсат Тілеухан деген секілді соларға кіріп қарасаңыздар болады. Мен особо көп былай разбор жасағанда особо қатты ұнатпаймын. Енді өзімнің опыттарымды сіздерге көрсеттім. Егер каналға тіркеленбесеңіздер, тіркеліп отырыңыздар, колокольчикті басыңыздар, комментарийға сұрақтарыңызды қойыңыздар. Ссылкасын бәрін астына қоямын, ешқандай бір қиындық жоқ. Егер Bytex-ке регистрация жасайын десеңіздер, ссылкамен өтіп, регистрация жасап, сіздерде енді Trust Wallet кошелек болған дұрыс. Немесе басқа кошелек, блокчейн кошелегі. Ол кошелекті Play Market IO-дан жаза аласыздар. Сөйтіп кошелек ашасыздар. Өзіңіздің кошелегіңізді толтырасыздар. Толтыру мен YouTube арнамда бәрі бар. Ссылкасын астына видеоға қоямын, қалай толтыру керектігін. Одан кейін осы сайтқа аударасыздар да и пакетті сатып аласыздар. Бәрі өте қарапайым. Қосымша қиын сұрақтар болып жатса, комментарийға обязательно жазып отырыңыздар. Сіздерден болған Зея Құлымбет, барлығымызға табысты күндеріміз көп болсын. Кеттік, пока. Егер видео ұнаса, комментарийдің астына сұрақтарыңызды қойып, видеома лайк басып, тіркеліп отырыңыздар. Сіздерден болған Зея Құлымбет.